Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып білім алушылары? Математика пәні 50-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бөліндінің мәнінде нөлдер болатындай көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Бүгінгі сабақта бөліндінің мәнінде нөлдер болатындай көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлуді орындап үйренесіңдер. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақтың музыка тану ғылымы тарихында тұңғыш рет 5 томдық қазақ музыкасының антологиясы жарық көрді. 650 мен 25 санының көбейтіндісінен 14237 санын азайтып, өрнектің мәнін дұрыс табатын болсақ, осы кітаптың бірінші томы қай жылы жарық көргенін анықтауға болады. Қане балалар, есептеп көрейік. Балалар, мен сендерді дұрыс есептеді деп ойлаймын. 650 мен 25-тің көбейтіндісі 16250. 16250-ден 14237-ні азайтқанда өрнектің мәні 2013-ке тең болады. Демек, қазақ музыкасының антологиясы кітабының бірінші томы 2013 жылы жарық көрген екен. Есімізде сақтайық. Екінші тапсырма. Балалар, есептеуге қарайық. Екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қолданып есептеуді түсініп алайық. 93860 санын 52 санына баған түрінде бөлемін. Әуелі бірінші толымсыз бөлінгішті және бөліндінің мәніндегі цифрлар санын анықтап аламын. Бірінші толымсыз бөлінгіш 93. Демек, бөліндінің мәніндегі цифрлар саны 4 болады. 93-ті 52-ке бөлемін. 9 ондықта 5 ондық бір рет кездеседі. Бір санын аламын. 52-ні 1-ге көбейткенде 52. 93-тен 52-ні азайтқанда қалды 41. 8 цифрын түсіремін. 418-ті 52-ке бөлемін. 41 ондықта 5 ондық 8 рет кездеседі. 8 санын аламын. 52 мен 8-ді көбейткенде 416. 418-ден 416-ны азайтқанда қалдық 2. Келесі цифр 6-ны түсіремін. 26. 26-ны 52-ке бөлемін. 26 52-ден кіші болғандықтан бөліндінің мәніне 0 болады. Келесі цифр 0-ді түсіремін. 260-ты 52-ке бөлемін. 26 ондықта 5 ондық 5 рет кездеседі. 5 санын аламын. 52-ні 5-ке көбейткенде 260. 260-тан 260-ды азайтқанда қалдық 0. Бөліндінің мәні 1805 санына тең. Бөлуді бөлу амалының кері амалы, көбейту амалы арқылы тексеремін. 1805 санын 52 санына баған түрінде көбейтемін. Бірінші көбейткіш 1805-ті жазамын. Оның астына екінші көбейткіш 52 санын жазамын. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты. 1805 санын 2 бірлікке көбейтемін. Бірінші толымсыз көбейтінді 3610 бірлік болады. 1805 санын 5 ондыққа көбейтемін. Екінші толымсыз көбейтінді 9025. 2 толымсыз көбейтіндіні қосқанда 93860. Балалар, біздің есебіміз дұрыс екен. Бөліндінің мәніне бөлгішті көбейткенде бөлінгіш шығатын болса, есеп дұрыс. Үшінші тапсырма. Есептеулер жазбаша орындап, оны тексереміз. Төртінші тапсырма. Есептеуге қараймыз. Қалай есептелгенін түсінеміз. 820.680 санын 21 санына баған түрінде бөлемін. Әуелі бірінші толымсыз бөлінгішті және бөліндінің мәніндегі цифрлар санын анықтаймын. Бірінші толымсыз бөлінгіш 82. Демек, бөлінділер саны 5 болады. 82-ні 21-ге бөлемін. 82-нің ішінде 21 саны 3 рет бар. 3 санын аламын. 21-ді 3-ке көбейткенде 63.
82-ден 63-ты азайтқанда қалдық 19. 0-ді түсіремін. 190-ды 21-ге бөлемін. 19 ондықта 2 ондық 9 рет кездеседі. 9 санын аламын. 21-ді 9-ға көбейткенде 189. 190-нан 189-ды азайтқанда қалдық 1. Келесі 6 санын түсіремін. 16-ны 21-ге бөлемін. 16 21-ден кіші болғандықтан бөліндінің мәні 0 болады. Келесі 8 цифрын түсіремін. 168. 168-ді 21-ге бөлемін. 16 ондықта 2 ондық 8 рет кездеседі. 8 санын аламын. 21-ді 8-ге өткенде 168. 168-ден 168-ді азайтқанда қалдық 0. Бөлінгіштің соңындағы 0 цифрын бөліндінің мәнінің соңына кеп тіркеп жазамын. Сонда бөліндінің мәні 39080 саны. Бөлудің кері амалы көбейту амалы арқылы тексеремін. 39080 санын 21 санына баған түрінде көбейтемін. 39080 санындағы 0 цифрын есепке алмай 3908-ді 21-ге көбейтемін. 3908 санын 1 санына көбейткенде бірінші толымсыз көбейтінді 3908. 3908 санын 2 санына көбейткенде екінші толымсыз көбейтінді 7816. 2 толымсыз көбейтіндіні қосқанда 82068. Енді 0-ді тіркеп жазамын. Сонда көбейтіннің мәні 820680. Балалар, біз шығарған есеп дұрыс екен. Өйткені бөліндінің мәнін бөлішке көбейткенде мәнінде бөлінгіш шығатын болса, есеп дұрыс. 5-ші тапсырма. Есептеп дұрыстығын тексер. 6-шы тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Бұл есепті ауызша шығарып көрейік. Композитор Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы туған. 1956 жылы Менің Қазақстаным әнін жазған. Ол уақыт өте келе Қазақстан Республикасының қазіргі гимніне айналды. Өзінің осы танымал әнін жазған кезде Шәмші Қалдаяқов неше жаста болған? Балалар, есепте не белгілі, не белгісіз? Композитордың туған жылы белгілі. Композитордың Менің Қазақстаным әнін жазған жылы белгілі. Не белгісіз? Танымал әнін жазған кезде Шәмші Қалдаяқов неше жаста болған? Белгісіз. Оны табу үшін Менің Қазақстаным әнін жазған жылдан 1956 жылдан туылған жылы 1930 жылды азайтамыз. 26 жыл. Сонда осы танымал әнін жазған кезде Шәмші Қалдаяқов 26 жаста болған екен. Есімізде сақтайық. 7-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. Өрнектердің мәнін табу үшін амалдар ретін дұрыс қолдана білу қажет. Бірінші, жақшаның ішінде 12-ні 6-ға көбейтеміз 72. Екінші, 72-ден 62-ні азайтамыз 10. Үшінші, 1530-ды 10-ға бөлеміз 153. Төртінші, 988-ді 153 санына қосамыз. Өрнектің мәнінде 1141 саны шығады. Балалар, осыны басшылыққа ала отырып, келесі өрнектің мәнін табамыз. 8-ші тапсырма. Мәтіндерде деректер бойынша есеп құрастыр және шығар. Асы 1980 жылы Алматы қаласында ұлттық музыкалық аспаптар музейі ашылды. Музей ғимараты ағаштан салынған сәулет өнерінің үлгісі. Оны 1908 жылы Андрей Павлович Зеленков тұрғызған. Мәтінді есепке айналдыру үшін сұрақ қою арқылы толықтырамыз. Осы Андрей Павлович Зеленковтың тұрғызған ғимараты неше жылдан кейін музей болып ашылды? Балалар, осы есептің қысқаша шартын құрып алайық. Ғимарат тұрғызылды 1908 жылы, музей болып ашылды 1980 жылы. Осы тұрғызылған ғимарат неше жылдан кейін музей болып ашылды? Сұрағы. Шешуі. 1980 жылдан 1908 жылды азайтамыз. 72 жыл. Жауабы 72 жылдан кейін музей болып ашылды. Оқу тапсырмасы. Теңдеулерді
шеш. Балалар, сендер бүгін сабақта көп таңбалы санды екі таңбалы санға жазбаша бөлу мен көбейтуді жақсы түсіндіңдер деп ойлаймын. Ендеше өздеріңді бағдаршам арқылы бағалап көріңдер. Сабаққа зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.